Саламатсыздарбы балалар? Мен Зерде мектеп мұғалімі Ғазиза Ниязалиевна боламын. Мен сендермен бүгін әдебиеттік пәнінен қашықтық жүйесі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыз ғарышқа сапар атты сабағын өтемін. Сабағымыздың мақсаты шығармашылық жұмыс жасаймын, оқиға жүйесін анықтап, жоспар құрамын. Ал балалар, олай болса, келесі слайдта оқулықта берілген бірінші тапсырма тұр. Бұл жерде ізден, сұра, зерте. Суретті пайдаланып, ұйқас сөздерді табу керек. Ұшты-ұшты ойынын ойнайық. Үлгі ретінде мына сөздер берілген. Тарақ, парақ. Кәне балалар, біз осындай ұқсас сөздерді іздеп көрейікші. Жарайсыңдар. Міне келесі слайдта сендер тапқан сөздер тұр. Тарақ, парақ. Арба, қарға. Ит, кит. Жылан, жылқы. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді пікіріңді айтары бойынша ғарышқа ұшқан жануарлар туралы не білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Осы жануарлардың ішінде ғарышқа ұшқан ит деген жануарлар туралы біз қазір келесі видеоны тамашалайық. YouTube желісінен алғашқы ұшқыш иттер туралы бейнебаянды тамашалайық. Ғарышты бағындыру жолында адамзат баласы ең алдымен хайуанаттарды сынады. 1960 жылдың 19 тамызында Белка және Стрелка есімді иттер ғарышқа ұшу арқылы әуеге жол ашқан еді. Не үшін ғарышқа тек иттер ұшырылды? Өйткені олар адам тілін жақсы түсінеді, айтқан бұйрықтарды бұлжытпай орындайды. Ал физиологтар иттерді басқа тіршілік иелерімен салыстырғанда ыстық пен суыққа әлдеқайда төзімді екенін айтады. Мамандар ғарышқа аттанатын үміткерлерді жиғанда күтімі жақсы иттерді таңдамаған. Керісінше қараусыз жүргендерін бірінші болып сынақтан өткізген. Қараусыз көше кезген иттер сынақтардан сүрінбей өтіп, тіпті адам ағзасы шыдас бермейтін жаттығуларды орындап, оң нәтиже көрсетті. Сол таңда иттердің сыртқы келбетіне де баса назар аударатын болған. Өйткені жерге оралысымен оларды жұлдызды сәт күтіп тұрған еді. Алғашында иттерді бірден ғарыш кеңістігіне аттандырмай, стратосфера қабатына ұшырған. Бірақ 29 сынақтың 8-і сәтсіз аяқталды. Яғни 18 бірдей иттің өмірі кеңістікте қиылды. Ал алғашқы ғарышкер ит Лайка 1957 жылдың 3 қарашасында сапарға аттанып қайта оралмады. Өйткені ол кезде кеменің жерге қонатын қондырғысы мүлде ойлап табылмаған болатын. Соған қарамастан 1960 жылдың басында құпия түрде құжат тағайындалып ғарышқа адамды ұшыру көзделді. Алайда бұл жоспар жүзеге аспаған соң екінші мәрте иттерді сынап көрді. Олар әлемге танымал Белка мен Стрелка болатын. Сәтін салғанда Восток ғарыш кемесі жерге аман оралды. Иттер дедін аман. Жерге оралысымен Белка мен Стрелка мектептер мен балабақшалар, жоғарғы оқу орындары мен конференциялардың басты қонағы болып отыратын. Стрелка болса 2 мәрте өмірге дені сау күшіктер әкелді. Сүйкімді күшіктерге қол жеткізу кім-кімнің де арманы болды. Ал сол таңдағы КСРО министрлер кеңесінің төрағасы болған Никита Хрущев 1961 жылдың тамыз айында бір күшікті арнайы алдыртып, ақш-тың президенті Джон Кеннедиге сыйға тартады. 1961 жылдың 12 сәуірінде Юрий Гагарин алғашқы болып ғарышқа аттанады. Жерге аман-есен оралған ғарышкер әр отырыста әлі күнге өзімнің кім екенімді білмеймін. Алғашқы ғарышқа ұшқан адаммын ба, әлде соңғы итпін бе деп айтып жүретін болған. Әлемнің тұңғыш ғарышкері Юрий Гагариннің мұндай қағытпа әзілі ит адамның досы деген қағиданы растайтындай. Бейнебаянды көрдіңдер. Олай болса, бұл жерде тұңғыш ғарышкер туралы айтылады. Олай болса, Юрий Алексеевич Гагарин
1934 жылы туылып, 1968 жылы дүниеден өткен. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер. Ол жерді айналып ұшып, 1 сағат 48 минуттан кейін жерге қайтып оралды. Қазір көп оқу орны, көше, алаң осы Юрий Гагариннің есімімен аталады. Олай болса, біз бүгін түсінік оқу айдары бойынша мәтінді оқимыз. Бұл мәтіннің аты, балалар, әдебиет оқулықтарында қолдарыңа алыңдар. Бұл мәтіннің аты «Аман қайтып кел, звездочка» атты мәтінін бәріміз бірге оқиық. Олай болса, мен оқиын, ал сендер мұқият тыңдаңдар. Ғарыш айлақ жүріп жатқан жолдан алыс орналасқан. Онда маман инженерлер мен техниктер тобы жүреді. Осы жерде ғарыш кемелерді ұшыратын қуатты зымырандар құрастырылып дайындалады. Осы жерден олар аспанға самғайды. Бізге сары ала итті әкеп көрсетті. Мен оны қолыма алдым. Салмағы 6 килограммнан аспайды екен. Оны еркелетіп, жонын сипап едім, қолымды жалап алды. Ол бала кезімде көп ойнаған біздің үйдің итінен айнымайды екен. Иттің атын сұрасам, оған әлі ат қоймапты. Ғарышқа ат жоқ жолаушыны жіберуге бола ма? Болмайды ғой. Ат табуымыз керек болды. Мен итті көтеріп алып, жерге қоя бердім де, «Аман есен орал, звездочка» дедім. Жиналғандардың бәрі осы атты құптап, «Звездочка болсын» деді. Ғарыш айлақтағы алып құрылысқа мен бір жағы қуанып, бір жағы таң-тамаша болып қарап қалыппын. Ұшу алаңындағы ең соңғы дайындыққа қызыға қарап тұрдым. Белгіленген уақыт жақындап қалды. Дәл қазір-ақ ұшуға бұйрық берілгелі тұр. Осы минуттарда ұшуға звездочканы емес, тап мені дайындап жатқандай сезіндім. Бейне бір аспанға шырқап кеткен ғарыш кеменің ішінде отырғандаймын. Мүмкін адамдардың ішінен мен бірінші болып ұшармын да. Міне, ғарыш кеме ұшайын деді. Атқан оқтан да тез команда берілді. Қақпақтарынан жалыны бұрқырап, қозғалтқыштарының гүрсілдеген дауысы сондай күшті. Көп сатылы зымыранның биікте ауыр корпусы старт алаңынан көтеріліп бара жатты. Зымыран бірер секундта жерден бөлініп шықты да от жалынын шұбалтып көзден ғайып болды. Міне балалар, біз мәтінмен таныстық. Ендігі кезекте ары қарай жалғастырайық. Ең соңғы аялдама. Юрий, сені біз де осылай шығарып саламыз, деді жолдастарым маған. Күні бойы ойымнан осы көрініс кетпей қойды. Ғарыш кеме ғаламшарды айналып ұшып, белгіленген ауданға қайтып келді. Мамандар, биологтар мен дәрігерлер аман есен ұшып келген звездочканы көріп, мәз-мейрам болып жатыр. Ал мен жаңағы көргенімді ойлаумен жүрмін. Құлағымда старт кезінде естіген керемет гүрсіл тұр. Ал көз алдымнан зымыран қалдырған будақ түтін кетпейді. Бірақ мен бұдан қорққаным жоқ. Қайта бойымды шаттық кернеді. Міне, біз аялдама арқылы соңғы бөлімін аяқтап бітірдік. Енді балалар, бұл жерде жаңа сөздер сандығы бойынша бір сөз берілген. Ол ғайып болу тіркесі. Бұл ғайып болу дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, бұл лезде жоқ болу деген мағынаны білдіреді. Тез ұшып кеткенде лезде жоқ болып кету деген мағынаны білдіреді екен. Жоқ болу деп. Жарайсыңдар, өте жақсы. Енді келесі слайдта балалар анықта айдары. Ғарышқа сапар кітабының жанрын ребус арқылы анықта. Кәне балалар, бірге шешіп көрейікші ребусты. Бұл жерде бірінші суретте есек берілген. Олай болса, есек дегенде жоғар жағында 2 метр белгі тұр. Сол 2 әріпті алып таса деген мағынаны білдіреді.
Олай болса, бірінші буыны ес деген қалады. Енді ес дегенге тыны қосамыз, есті. Ал келесі сурет елік. Бұл жерде ешқандай әріпті алып тастамаймыз, бәрін қосып оқимыз. Сонда қандай сөз шықты? Кәне, жарайсыңдар. Олай болса, келесі слайдта қараңдар. Ребустың жауабы дұрыс шештіңдер. Жауабы естелік. Естелік дегеніміз, келесі слайдта қарасақ, балалар, естелік дегеніміз не? Бұл жанрдың аты естелік. Ол күнделік, жол жазбаға ұқсайтын әдеби шығарма. Юрий Гагариннің туындысы естелік жанрына жатады. Тамаша, өте жақсы. Енді келесі слайдта, балалар, сендерге тапсырма. Құрастыр айдары бойынша. Бұл жерде мәтіндерден жоспарлар берілген. Мәтін бойынша осы жоспарларды сендердің міндеттерің ретімен орналастыру керек. Бұл жоспарларды оқып шығайыншы кәне сендерге. Қоштасу, от жалынды зымыран, сары ала ит, ажайып қаршайлап, шаттық пен сенім. Осы жоспарларды сендердің міндеттерін орнына қойып шығу. Өте жақсы. Енді үй тапсырмаға келетін болсақ, балалар, енді Білген Академиясы сайтына кіресіңдер, тест деген бөліміне барып, осы тақырып бойынша қаншалықты меңгергенімізді білу үшін тест тапсырамыз. Және де үйге тапсырманы ұмытпаймыз. Мәтінді түсініп оқып, мазмұнын айту, мәтіннің жоспарын ретімен жазу, және мәтін бойынша сурет салуды ұмытпаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше сау болыңдар.